Қайырлы күн, Керек Дерек каналының тұрақты тыңдармандары. Бүгін мен сіздерге сәбізді сақтау және қатыру жолдарын көрсететін боламын. Сәбіз ол пайдалы көкөністердің бірі екенін білесіздер. Өз опытымнан осы сәбізді ұзақ мерзімге қалай сақтау керектігін айтамын. Жалпы ай сайын 4 килограмм сәбізді алып, бір күнде оны жуып, тазартып, теркадан өткізіп, теркадан өтпеген қалдықтарын пышақпен, яғни ұзынша етіп турап, арнайы палауға дайындап қоямын. Оны арнайы қазір келесі видеода көретін боласыздар, зип пакеттерге салып, сол пакеттердің ішінде сақтайтын боламын. Өте ыңғайлы, тиімді, пайдалы әдістердің бірі, лайфхак десек болады. Сіз мысалы қонақ келіп қалған кезінде дайын жаңағы корейский салатты жасап қоюға болады. Не болмаса қонақ жұмыстан асығып келген кезіңізде күн сайын сіз жаңағы сәбізді турап, оны теркадан өткізіп отырмай, бірден морозилкадан аласыз, соны қазанға салып, сол қатқан күйінде қуырып, тамаққа қосуға өте жақсы, пайдасы зор. Енді қазір сәбіздің, картошканың 3-4 есе қымбаттағанын білесіздер. Сол себепті оптым бағада, арзан бағада көп алып, оны бір күнде солай дайындап тоңазытқышқа салып сақтасаңыздар, ұзағырақ сақталынады. Ал бос жатқан сәбіз, туралынбай, ашылмай жатқан сәбіз, білесіздер, ол бір айға жетпей, 2 аптаның көлемінде босап, былжырап, мыжырайып қалады. Сол болмау үшін свежий күйінде алып, осындай бір күн уақытыңызды бөлсеңіз, бір айдан артық сіз сәбізді пайдалана аласыз. Мінекей достар, алдарыңызда өзімнің қатырған сәбіздерім. Мынау теркадан өткізілген, осылай арнайы шақтап, осындай зип пакеттер бар. Арнайы мына жерінен ашылады, білесіздер, өте арзан тұрады. 100 штугы примерно 200 теңге ма, сондай болады. Мінекей теркамен, одан кейін арнайы палауға қалған қалдықтарды осылай пышақпен турап, солыңқы етіп, палауға арнайы бөлек алып қоямын.